Іскер азамат YouTube каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге YouTube'тан қанша теңге табыс тауып отқанымды көрсетейін деп отырмын. Бұған дейін мен сіздерге өз YouTube каналымда монетизация қосқаным туралы видео жариялаған болатынмын. Міне бүгін мен сіздерге бір айда маған YouTube қанша теңге төлегенін көрсетейін деп отырмын. Ол үшін творческий студияға кіреміз. Мына жерде расчетный доход дегенге басамыз. Расчетный доходтың үстінен басатын болсақ, міне біздің 16 март пен 24 апрель аралығында қанша теңге төлегендігі көрсетіліп тұр. Яғни маған 7316 теңге төленді. Енді мен YouTube'қа осындай маған ақша төлейтін көрдім, көзім жетті. Енді мен YouTube'пен тұрақты түрде айналысып, тұрақты түрде жүктеп отыратын боламын. Неге десеңіз, міне маған YouTube тұрақты түрде табыс ақша төлейтіндігін көзім жетті. Ең көп ақша маған төленді 1205 теңге, және бүгінгі таңда 626 теңге төледім. YouTube'пен бизнес жасау ешқандай да қиын емес. Тұрақты түрде видео салып отырсаңыз, сіз де осындай қосымша табыс таба аласыз. Мен сіздерді өзімнің YouTube'пен бизнес максимум курсыма қатысуға шақырамын, және де осы курсқа қазіргі таңда үлкен жеңілдік болып жатыр. Дәл қазір жазылып үлгеріңіздер.